негізінде мынау намаздағы қол көтеру, рукудан алдын, рукудан кейін қол көтеру, сол мәселелердің барлығы біздің бағана арамызда жүрген бауырларымыздың бізден өзгешеленіп оқып жүрген намаздағы мәселелердің көбісі басқа мазхабтарда бар. Сол үшін де мен әдетте айтам, ол бауырларымызбен арамыздағы келіспейтін мәселе немесе олардың проблемасы осы мәселеге байланысты, ол бағана көтерген қолында немесе бағана қолын бір көкірегіне немесе басқа жеріне қоюда емес, мәселе олардың мына жерінде, миында олардың проблемасы. Неге? Өйткені бұл мәселе басқа мазхабтарда бар. Басқа мазхабтың азаны, мысалы солардың айтатын азанына немесе қаматы солардың азанына келеді. Намаздағы істейтін әрекеттері де келеді. Бірақ басқа мазхабтың иесі, басқа мазхабты ұстанатын адам айтады, саған келеді де айтады, сенің имамың бар, имам Абу Ханифа, ол Ахлу Суннаның имамы, ол бүкіл ислам әлемі мойындаған 4 мазхабтың бірінің имамы. Сенің мазхабың, сенің ұстанымың өзің мазхабың бойынша дұрыс. Менің ұстанымым өзімнің мазхабым бойынша, имамдарымның көзқарасы бойынша дұрыс. Екеуміздіңкі де әрқайсымыздікі өзіміздің мазхабымыз бойынша дұрыс дейді. Яғни Шафиғи келіп немесе Малики келіп, сізді сен намазыңды былай оқы, намазың дұрыс емес, сен намазың дұрыс емес деп айтпайды. Олар сіздің мазхабыңызды мойындайды. Ал мынау біздің бауырларымыздың проблемасы, олар менікі сүннетке сай, сенікі сүннетке сай емес дейді. Осы жерде олардың проблемасы. Проблемасы оның бағана көтеріп жатқан қолында немесе бағанағы істеп жатқан әрекетінде емес, оның проблемасы ол ақиқаттың монополисті, былайша айтқанда. Ақиқат жалғыз менде, басқа ешкімде ақиқат жоқ. Менің намазым сүннетке сай, сенің намазың сүннетке сай емес, сенің намазың бидғат, былайша айтқанда. Ол өзінен басқаны мойындамайды. Ал басқа мазхаб, мысалы бағана Шафиғи келеді, Шафиғи қаматты айтса, сөздерін бір реттен айтады. Рукуға кететін кезде қолын көтереді. Рукудан тұрғаннан кейін қолын көтереді. Бағанағы тәкбір жасайды. Бірақ ол саған айтады, сенің өзің мазхабың бар, сенің мазхабың дұрыс, менің мазхабым да дұрыс, имамдарымызды Алла рахмына бөлесін дейді. Ал тура солай істеп жатқан сәләфи не дейді? Сенің имамыңа хадис жетпеген дейді. Сенің имамың ол хадисті білмеген. Сенің бағана мазхабың сүннетке сай емес. Осындай сөзді айтады. Олардың проблемасы сол үшін де